Достар, адамдардың тілегі мен арманы неге орындалмайды? Бүгін мен сіздерге өте тиімді тәжірибемен бөлісемін. Мен Бота Малебековна, психолог, бизнес-тренер Қаскелең қаласынан. Мен сізге өмірдің кез келген саласында табысқа жетуге көмектесемін. Біздің өміріміздегі ең үлкен кедергілер бұл қорқыныш пен алаңдаушылық. Қорқыныш біздің түп санада болады. Ешкім биіктен қорқпайды, құлап қалудан қорқады. Ешкім қараңғылықтан қорқпайды, қараңғыдағы нәрседен қорқады. Ешкім сүюден қорқпайды, жүрегін жаралаудан қорқады. Енді қарапайым жаттығуды жасаңыз. Орындалмай жүрген тілегіңізді қағазға жазыңыз. Содан кейін оның астына 5 немесе одан да көп қорқыныштарыңыз бен уәйімдеріңізді тізіп жазыңыз. Мысалы, мен ай сайын айлық ретінде осындай соманы алғым келеді. Бірақ мен бастығыма барып сұрауға қорқамын. Ондай ақша алу үшін маған көп жұмыс істеуге тура келеді. Қорқамын. Сол сияқты тағы да басқа қорқыныштарыңыз бен уәйімдеріңізді жазып болған соң, соңында былай деп жазыңыз. Бұл менің қорқыныштарым ғана. Содан кейін жазған қағазды өртеп жіберіңіз. Сол сәттен бастап сіздің тілегіңіз орындала бастайды. Ғалам бұл тілекті қабылдайды. Өйткені сіз өзіңіздің қорқыныштарыңыз бен кедергілеріңізді түсіндіңіз. Табысқа тез қол жеткізгіңіз келсе, менің жеке кеңестеріме жазылыңыз, және сіз міндетті түрде маңызды және қажетті ақпараттарды жоғалтып алмау үшін менің парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.